Адамдар ақыл айтуды жақсы көреді, жақсылыққа шақыруды да. Бірақ сол айтылған сөзін салмағын көтеріп жүргендер аз. Көз көрген мәселені тілмен талқылау өте оңай. Ал соны қолмен түзету нағыз сын. Бұл жерде үлкен іс жоқ сияқты. Бір шұңқырды жамау ғана. Бірақ дәл осындай кіші істерден адамның шынайы болмысы көрінеді. Нәпсі әрқашан сыбырлайды. Ей, бұл сенің міндетің емес. Біреу жасайды, мемлекет жасайды. Сол сәтте кім өзіне қарсы тұра алады, сол адам өзгереді. Жақсылық сөзден емес, үнсіз әрекеттен басталады. Нағыз адам сөзімен емес, ісімен дәлелдейді. Біреу бастамайды деп күтпе, біреу өзгертер деп те күтпе. Өзің баста, өзің жаса. Себебі бұл өмірде жақсылық айтқан адам көп, ал жақсылық жасаған адам өте аз.